Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін егоп порталынан өтінішті қалай береміз? Биылғы жылы бәріміз де білеміз, зерттеушіге және шеберге өткен кезде егоп арқылы өтініш беретінімізді. Олай болатын болса, егоп порталынан бірінші өзіміздің ключіміз арқылы қосыламыз. Яғни міне қосылдық, қосылып отырмын. Енді осы жерден мына жерде міне білім, басты бетте білім бөліміне өтеміз. Осы жерде мына жерде қарасаңыздар, мектепке дейінгі білім, орта білім, колледж, жоғарғы білім дейді. Осының ішінен біз мектеп, мысалы маған орта білім. Орта білімге өттік. Мына жердегі орта білімнің қызметтері бізде толық емес көрсетіліп тұр, иә? Бірінші классқа қабылдау дегендердің ішінен. Енді осы жерде белгішені шертіп толық көрсету. Осы толық көрсетуге өткеннен кейін бізге керек енді педагогтарды аттестаттаудан өткізу үшін құжаттар қабылдау. Осыған басамын. Арман қарай бізде қабылдау туралы ақпараттар түсіндірілген, не істеу керектігін. Тіркелген құжаттар сығымдау жөніндегі нұсқаулықпен танысу дейді. Мынаны біз танысатын болсақ, мен көшіріп алып қойған болатынмын бұған дейін. Сол себепті міне мына нұсқаулықтың ішінде не жазылған? Бұның ішінде біздің тіркелген кезде қосымша тіркейтін құжаттарымызды сығымдаудың жолын көрсеткен екен. Windows жүйесінде фотосуреттер өлшемін қалай азайтуға болады дейді. Мынаны оқып отырсаңыздар, міне мына өлшемді біздің қазіргі қабылдаған кезде қандай өлшем бірлікті қабылдайды, соған сәйкестендіріп қалай кішірейтуге болады, сол жолдарын командалардың реттілігімен көрсетіп қойған. Бұны оқып танысып шығуларыңызға болады. Енді арман қарай біз өтінішті қалай береміз? Ол үшін онлайн сұрау. Міне онлайн сұрауға өткен кезде қараңыздар, бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам дейді. Бірінші қадам деректерді толтыру. Осы деректерді толтыру қадамында біз өзіміздің барлық дерегімізді салып шығатын боламыз. Өтініш беру, растау ма, әлде жаңадан өтемін ба? Мысалға мен сарапшыдан зерттеушіге, зерттеушіден шеберге өтетін болсам, беру. Ал растайтын болсам, шеберді растайтын болсам, зерттеушіні растайтын болсам, растауды таңдайтын боламын. Арман қарай байланыс нөмірінде аттама түрі шығып тұр. Біздің осы жердегі егоп порталына тіркелген өзіміздің нөміріміз. Gmail почтамыз аттама түрі шығып тұр. Мына жерден жұмыс тәжірибесі дейді. Мектеп көрініп тұр. Сосын бүгінгі менің жұмысқа орналасқан күнім көрініп тұр. Мына жерден жұмыс аяқталып бүгінгі күн көрініп тұр. Енді ол жерде өзгерісті енгізудің қажеті жоқ деп ойлаймын, аттама түрі өткенде қосылып тұр. Енді армағай жалпы еңбек өтілі, педагогикалық өтілі, мамандық бойынша, мына жұлдызша қойылған біздегі бөлімдер барлығы міндетті түрде қосылуға, жазылып толтырылуға міндетті. Арман қарай білім туралы мәліметтер, ұйымның аты, диплом, мәжері жоқ, біз қосу батырмас деп. Білімнің атауын, диплом, мамандық барлығын толтырып шығамыз. Сосын бар сақтаймыз. Сол кезде бізге істейді, мәжерге сақталатын болады. Екі диплом болса, екі сақталу керек деп ойлаймын. Арман қарай аттестаттауға өтініш бойынша мәліметтер, конкурстық комиссия, әрқайсының ішіне өзіміз таңдаймыз, республикалық комиссия ма, облыстық комиссия ма. Осының ішінен әрқайсының біліктілік санаты. Қазір мысалға мен зерттеушімін, шеберге өтемін ба, немесе зерттеушімін, соны растаймын ба, қазіргі немді таңдайтын боламын ішінен. Аттестаттау өткізілген жылы. Осы жердегі мысалы барлық нәрсені мынадай жұмыстар негіз болып табылады дейді. Негіздемені. Бұл жерге кейбір мәліметтерде берілген негізгі басты ақпараттар салынсын деген, немесе бұл жерге Google дискінің сілтемесін салуға болады деп ойлаймын. Арман қарай кәсіби жетістіктердің болуы дейді, шерту арқылы арман қарай келесінен таңдап, файлды таңдаңыз деген жерге. Енді ертерек жүктелгенді қолдану, жаңа файл жүктеңіз, файл таңдаңыз деген жерден арман қарай
таңдай алам. Яғни алдын ала біз не істейміз? Дайындап қоямыз, иә, документтерімізді жүктейтін. Өлшемін қабылдайтын өлшемдік дайындап аламыз. Арман қарай. Білім туралы диплом, иә, дипломды жүктейміз. Арман қарай. Осы мәліметтердің барлығын толтырып болғаннан кейін мына жердегі екіндегі белгішені қоямыз, сосын барып бұдан әрі. Менде бұдан әрі деген ары қарай таңдалмай тұр, себебі мен істедім. Менде ешқандай мәлімет толтырылған жоқ. Сол себепті де менде ары қарай таңдалмай тұр, иә. Сіздер таңдап болғаннан кейін ары қарай деп, яғни осы әрекеттерді орындау, бірінші қадамдағы әрекеттердің бәрі толық дұрыс орындалып шықса, автоматты түрде ары қарай екінші қадамға өтетін боламыз. Бұл жерде қызмет көрсетуге қолтаңба қою деген сөзіміз өзіміздің этсовка ключіміз арқылы арман қарай біз тағы да істейміз, растаймыз, иә. Сосын барып үшінші қадам мәртебе. Мәртебе деген қадамда біздің құжатымыздың ары қарай қабылданғандығы туралы мәліметті ала аламыз. Және де біз білеміз, егов порталындағы мәліметтің белгілі бір уақытта өңделетіндігін, иә. Сондықтан да біздің осы әрекетімізді біз арман қарай өзіміздің қызметтер алу тарихының ішінен бізде көрініп тұру керек, иә. Жасап болғаннан кейін, барлық мәліметті толық толтырып болғаннан кейін өздеріңіз қайта қарап көруіңізге болады, иә. Мәлімет негізінде 1-2-3 күн, көп жағдайда біз кез келген нәрсе, иә, 3 жұмыс күннің ішінде солай қылып өңделуі мүмкін. Бұл жерде сонда біз, яғни егов порталы арқылы өтінішті қалай береміз, соған тоқталып өттім. Яғни бұл жерде бізде басты назарда алатын нәрсе, білім туралы мәліметтер қосасыздар. Алдын ала сканерлеп документтерімізді дайындап қоямыз, сол бойынша қосатын боламыз. Толтыратын мәліметтерді толтырып, барлығын жүктеп, форматын қалай келтіру керек білмесеңіз, жаңағы басты бетте бізде беріп қойды ғой, үлгі. Мына жерде мынаны оқу арқылы тіркелген құжаттарды сығымдау жөніндегі нұсқаулық дейді. Яғни жаңағы жерге біз қандай құжат тіркейміз, сол құжаттарды сол жердің форматына сәйкестендіру үшін бізге нұсқаулық беріп қойған. Осы нұсқаулықты қарай отырып, арман қарай өтініш беруге болады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, сақтап, таныстарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.